Біз қазір Алла разылығы үшін деген сөзді өте көп қолданамыз. Бірақ сол Алланың разылығы қалай болатынын түсінбей жатырмыз ғой. Қараңызшы, біз бір адамға жақсылық істейміз, Алла разылығы үшін деп. Бір адамға садақа береміз, Алла разылығы үшін деп. Бір адамды кешіреміз, Алла разылығы үшін деп. Бірақ артынан не болады? Біз жақсылық істеген адам бізге ауыр сөз айтып қойса, не болмаса біз бір садақа берген адам бізге ауыр сөз сөйлеп қойса, не болмаса біз Алла үшін кешірген адам бізге көңілімізге тиетін сөз айтып қойса, біздің ішімізде мынау жұмыс жүріп жатады. Бұл мен істеген жақсылықты ұмытып кеткен екен ғой. Не болмаса айтамыз, сен не менің істегенімді ұмытып қалдың ба не? Деген сияқты. Қараңызшы ағайындар, бұл Алла разылығы үшінге жатпайды. Қараңызшы, сіз бір адамға жақсылық жасайсыз, Алла үшін деп. Болды. Сіз анау адаммен екеуіңіздің араңызда ешқандай байланыс жоқ. Ешқандай байланыс жоқ. Өйткені сіз ол үшін жасаған жоқсыз жақсылықты. Алла разылығы үшін жасадыңыз. Сіз бәлкім сол істеген жақсылығыңыз үшін Алла разылығын алып қойдыңыз. Болды, мынау ана адамға сіздің ешқандай өкпелеуге, ол сізге қалай сөйлесе, олай сөйлесін. Сіздің оған ренжуге ешқандай ақыңыз жоқ. Өйткені сіз омен емес саудаласып жатсыз. Сіз Алламен саудаласып жатсыз. Қарасаңызшы сөздің мағынасын. Сен үшін емес, Алла разылығы үшін істедім дегеннен кейін сіз оған, мен саған кешегі берген нәрсемді ұмыттың ба деген сөз. Ақымыз жоқ олай. Ол адам, қайта сіз ол адамға рахмет айтыңыз. Ол адам сізді Алла разылығы деген нәрсеге жеткізуге ортадағы бір себеп еді. Аттармен мысал үшін айтайық, бұл Алла разылығы үшін деген нәрсенің мысалы. Мен мысал үшін Ерболға жақсылық істеп, Нұрболға қарап тұрып, сен менің кешегі істегенімді есіңде ма деген сияқтымыз ғой тура. Біз Алла үшін деп жасаймыз да, бірақ негізінде біз нәпсіміз үшін жасап жатырық. Егер де жаңағы адамға, сіз жақсылық жасаған адамға, сіз баяғы істеген жақсылығыңызды еске түсіре бастасаңыз, сен баяғыда есіңде ма деп, онда бұл Алла разылығы үшін болмаған. Бұл сіздің нәпсіңіз үшін болған. Егер де ол адам сізге ауыр сөйлеп қойды, осы кезде сіз, сен баяғы деп бұрынғы Алла үшін істеген амалыңызды қозғай бастадыңыз ба, болды онда. Алла разылығы деген нәрсе жоқ бұл жерде. Бұл жерде сіз нәпсіңіздің разылығын іздеген